Біз енді жаңағы банкке кінәлап отырған жоқпыз енді. Біз Кенжеш Торқынға кінәлап отырмыз. Потому что бізді алып барды осы Кенжеш Торқын. Осылай сағат 9-дан бастап сағат 12 шейін жаңағы кредиттерді алып бер, 5 банктен. Сколько успеешь, сонша сағат 12 шейін алып бер деді. Жарайды, бар банкқа бардық, одобрение алдық. Өйстіп звондадық Торқынға. Осы банктан біз одобрение алдық. Мен жазып отырмын ше, осы сумма шықты деп. Соны ол айтты, сағат 12 кезінде звондады ше. Айтты, бітті, сен басқа банкта не успеешь сағат 12 шейін. Барды, уже не тебе оформлять ете бер деді. Уже оны не алдық қой, одобрение алдық қой, уже бітті. Барды енді соны жаңағы ақшаны алдық қой енді. Барды Торғыннан осы жерде тұрмын деді. Торғын жаққа барды. Жаңағы джипмен келді, қара джипмен артына кіргізді. Айтты, ақшаны мына жерге қоя сал деді. Жарайды, сосын бардық нотариусқа бардық. Через нотариально жаңағы неттік. Не нотариус білмеймін, өзінікі ма адам ба или біз не ма нормальный адам ба білмеймін, алданып қалған. Енді барды, соны жаңағы сенім хат жаңағы нотариально алдық та кеттік, бітті, ақшаны берді Торғынға. Сонымен кетті Торғын бітті. Біз енді Торғынға алданымыз, біз банк емес. Банкіміз өз аяғымызда бардық, бәрін жаңа онлайн түсті. Егер, смотрите, банкке өз аяғыңыздан барып, бірақ дәл сол кезде құжат қалай толтырылды? Ондай да случайлар бар. Кеше маған бір әйел келді, мен рас өзі алды, өзі не қылды, өз қалтасынан наличканы шығартты, аналарға берді. Ондай жағдайлар бар, ол совсем другой случай. Бұлардың случайы басқа. Сіздің случайыңыз басқа. Вот из этого бұл топтың мәселесі емес. Топтасу иногда өз уақыттар жоғалтасыздар. Ол мысалы бұл кісілердікі басқа. Оларға кредит бермеу керек тұғын, да, понимаете? Вот каждый случай отдельно. Каждый случай ол әртүрлі. Бірақ схема банкын қатысы бар. Вот қалай сізге неше банк кредит берді? 4 банк қалай сізге беруге? Который антифрод система тоқтату керек бірден. То есть бірінші банкқа кредит беріп атқан кезде екінші банк бермеу керек заң бойынша. Бір күнде көрсіз. Вот получается, сіз банкілерді ақтап атырсыз. Бір банкыдан алып атқан кезде екінші банк антифрод өткізбеу керек қой. Көрді? Жоқ, кінәсі бар емес, ол кінәлі. Бірақ сізді уже олап қойғанда өзің виноват деп. Бірақ өзің виноват деп санасаңыз, нормально төлей беріңіз, оны не істейміз онда? Төлей беріңіз ақшаны. Вот ренжімеңіз енді, бірақ адам өзі ұстанымы ғой. Төлей беріңіз, сіз виноватсыз. Болды, сол қолхатпен аласыз ертең түрмеден шыққасын. Вот мен солай түсіндіремін. Жаңағы сіздің түсініңіз, егер заң бойынша бір банк кредит беріп жатқанда екінші банк беруге правасы жоқ. Антифрод жүйе бар. Сізге бір сағаттың ішінде 5 банк кредит берді. Сіз айтасыз, мен өзім кінәлім, барып алдым. Подождите, ол мошенниктердің схемасы ғой. Банкын қызметкерлері соған тікелей қатысы бар. Вот я почему бүгін мен сіздерге шындықты айтып отырмын. Сіз бастарыңызда проблема әлі. Сіз зомбирт етіп қойған, сіздер өздеріңіз виноватсыздар деген бір сіздер шегелеп тастаған. Мен бағанадан бері айттым, бесполезно, көрдіңіз ғой енді. Как анау гипноздан шыға алмай жүрген адамдар сияқты ғой. Мен өзім банк бермеу керек ондай кредит. Вот на случай вообще бір ертең қайтаруға болады сіздікін. Дұрыс грамотно жазып, бәріне персонально бару керек, да? Келіңіз, пожалуйста. Ана екінші микрофон или болмаса? Ничего, нормально, сөйлей беріңіз. Саламатсыздар. Аты жөнім Қошанов Рүстем Маратұлы. Ағадыр Қарағанды облысы, Шет ауданы Ағадыр кентінің тұрғынымын. Мынау Кенжеш Торғын Арманқызы біздің бала күнімізден араласқан досымыз. Бұл жерде қазір көп біздің арамызда. Бұл жерде қалай айтсам, бұл жерде бұлай реклама ғой. Ең басында бізге басында Мади дейтін досымыз, бұл да кредит болады. Негізі мына кісілерге жағдай ұқсас, бірақ бұл кісілерге предлагать етеді. Арамызда мысалы Мадиге айтады, Мади сенің кредитің бар ма? Жаңа Нацбанкта істеймін дейді. Сосын Мадидің алады да кредитін жауып береді Торғын. Немен жауып? Қалай жауып? Кредит алсын. Өзіңізге кредит алып, сосын? Бізде 6 миллион болады, үстіне тағы 6 миллион алам. Қанша? 12 миллион болады Торғын. Алдында кредит қанша болады? 6 миллион. Сосын ол қанша алады? Мен үстіне тағы да 8 миллион болады. Так, сосын? 8 миллион аламыз, оған берем жаңағы. Жебет. Все болды, тыныштысыз ба? Тағы пайда болды ма кредит? Оның бәрін жауып тастайды. Өзі ма? Иә, өзі.
жауап береді потом басқа мен түсіндіріп айтайыншы. Енді жаңағындай осы біз көреміз ғой. бәсе бағанадан бері настроение жақсы, ішіндегі отқандардың ішінен Жоқ, настроение жоқ. Мен айтайын, мен шықтым ғой. настроение жақсы отқан бір кісі. Иә, просто жақсылап доказать тыңдап алыңыздар. Иә, адам нетпеңіздерші. Бөліп қазір жаңа шық деді ғой, шығып айтасыздар өздеріңіз. Да. Мен мысалы жаңағындай көрдік, Мәдиді көрдік. Енді жаңағындай, енді бәріміз орта семьямыз ғой, бәріміз каждый доходымыз бар. Қандай болды да кредит қалай алдың? В общем, маған ол өзі звондайды. Сен Ринатты көрдің, Мәдиді көрдің, Рүстем, мен Назбанкта істеймін. Осылай. Бала күннен араласқаннан. Сізде тоже долг болды. Иә, менде болды. Менде 8 миллион кредит болды. Ол маған 8 миллион наличка берді. Мен барып кредитін жауып тастадым. Сосын маған айтты, Сіз кредит алмай тұрып, да? Жоқ, ол маған айтты. Мәди мен Ринатты көрдің ғой, мен көмектестім, олар үй алды деді. Мен де саған көмектесем, бұндай возможность келмейді. Мен қазір бастық. Просто так 8 миллион берді ме сізге? Сосын маған айтады, сен кредит ал дейді. Мен оған түсіндіріп айтамын, менде кредит бар өзімде деймін. Сосын ол маған айтады, мен сенің 8 миллион кредитін жауып беремін. Сосын сен максимально бір ай өтеді. В общем, база нетеді дейді. База жаңарады, обновление болғаннан кейін сен бір айдан кейін барасың да аласың, максимально кредит аласың. Бүкіл банкқа барып, мен саған жанына бір қызды қосып беремін дейді. Сөйтіп уақыт өтеді, 8 миллион мен аламын да общий сумма шығарам, 18 миллион шығарам мен. 18 миллион шығарам да қолына беремін. Орынға, 3 банктан. Менде басында жаңағындай біз почти бүкіл банкқа бардық, еще маған айтты, таңертең сағат 8-де қалада болатын бол, саған жанына бір қызды қосып беремін, до обеда сендер бүкіл банкқа үлгересіңдер деді. Сосын приложение бойынша қайсы одобрение берді, қалғаны берген жоқ, бермегенін жаңағында жанымызда қосып берді бір қызды. Сол қыз ол қай кезде число қандай? Ол наурыз айының 19 күні ғой, сол күні. 24-те ма? Иә, 24-ші жылы. Сөйтіп жаңағы қыз бізге кредитімізді деді. В общем, бізге енді біз наличка приложениемен алдық қой максимально, бізге бергенше, одобрение бергенше. Одобрение торғынға звондадым, торғын маған осындай банк берген жоқ, мынау берген жоқ деп. 30 миллион қанша деді, 18 миллион. В общем, 14 миллион сондай болды. Сосын жаңағы торғынның өзінің қосып берген қызы біздің соткамызды алып, через приложение, iPhone бар, анасы бар, мынасы бар. В общем, сөйтіп қалған кредит. Товарный кредит. Да, бұл жерде енді бірден айтайын, вот наличкамен шығарған, ол дәлдеу өте қиын. Мынау вот әртүрлі случайлар. Вот енді мен бәрін сөйлетіп үлгермейміз ғой. Ол басқа, который біліп, өз счетін алып, өзі наличкамен снимать етіп, басқа жерге, басқа случай. Ол басқаша дәлелденеді. Біздің айтатымыз, мен көтеріп жүрген онлайн незаконный кредиттер және оның жолы сіздікі шамалы басқаша. Сосын мен сізге түсіндіріп айтып кетейінші, мына кісілер түсіндіре алмай отыр. Негізі бұл кісілердің кредиті мысалы тоғыз кенже сізге келеді да, маған кредит алып бер дейді. Сосын жоқ, мен алмаймын дейсіз. Сосын сіздің жаныңызда досыңыз болады, досыңызға айтады, осылай деп ол алады да кредит алады мысалы 5 миллион, 10 миллион. Оған айтады, сенікі 6 айдан кейін сенікін жауап беремін дейді. 10 күн жауап береді бірақ. Сосын жанындағы адамдар не істейді? Көреді да, мынау алды ғой, менікі де осылай болады деп. Осы жерде көп адамдар солай дейді. Ол шамалы басқа схема. Ол онлайн мошенничествоға жаңағы тікелей кредитін біз онлайн мошенничество дейміз ғой. Ол бізде бөлек топ бар, который ол ақшаны еще көрмеген адамдар бар. Ана кісілердікі көрмеген, оларды кредит оформить бірден басқа счетқа аударған. Мы видим ол ақшаны. Сіздердің ситуацияларын басқа болуы мүмкін. Мен ол другой случай, да. Сіздікі басқаша қараймын. Тағы сұрақ қойға бола ма? Енді былай қараңыз, біз папада дедік қой. Сөйтіп 2018-де біздің тура Ағадарда тұрғынымыз 2018 жылы тура сөйтіп біздікіне системаны папада еткен ғой. Тура біздікімен. Енді оқыса кісі неге сен заявление жазбадың десем, қазірде біз көріп отыр, қаншама адам заявление жазып, бір жылдан асып кетті, ешқандай не жоқ. Біз даже торғынның әкесіне барған өзінде де бізге торғынның әкесі айтқан, юго-восточный отделдің бастығы менің әйелімнің ағасы деп. Жоқ, енді ол всегда вообще көбінесе сөйтіп айтады ғой, өздері дәлелдеп, кемшілігін біліп, анау бәрі туысқаны, бастығы. Мен дәл өзім ойлаймын. Бірінші кезекте банктің қатесі болуы мүмкін. Ол жерде может что-то доказать, некоторые кредит списать, который незаконно. Даже сіздің случайда, мысалы, 5 банктың екеуін можно доказать, что маған незаконно берді деп дәлелдеуге тырысуға болады. Егер өзіңіз кейін
оны жаңағы мен ақшаны бірақ наличкамен снимать етсеңіз, өзіңіз берсеңіз, там вам доказать будет сложно, бірден айтайын да. Бірақ енді жалпы зерттеуім үшін пайда болсын, көрейік. Отыра беріңіз, сіз айтыңыз. Мен сұрағым мына кісіге болса. Маған айта беріңіз, сосын мен көремін қайда. Айта беріңіз. Есім Ашкенова Гүлдерайым Талғатқызы болады. Мен Қарағанды қаласынан келіп тұрмын. Айта беріңіз. Мен мына жолдастарымыз дейді ғой, бұл кісілер маған реклама жасаған болады. Енді бұлар менің күйеу балам, бұл кісілердің жолдасы болады. Сол жаңағы сестренкам айтады, осындай менің құрбым бар, ол жаңағындай несиемен айналысады деп. В общем, сөйтіп мен тек нем бар, жездем бар. Жездем бар, баласы отыр, ана жерде ол кісі жұмыста. Содан жездемнің өзінде 18 миллион кредиті болады, ең басында. Содан жездеме ол Нұрбек пен Төлеген деген екі жас жігітті қосып жүреді. Жоқ, аяқ жағы, тоқетері. Ол вообще меня это не интересует. Мен следователь емеспін, и даже бесполезно маған айту. Нет, дайте вам расскажу. Там осталось чуть-чуть. И эти два парня, они прям идут банкқа келе жатат, мысалы, Евразийский банкқа келет, и звондайды начальнику отделения. Жангелді деген жігіт, звондайды, Жангелді, осындай адам келіп тұр, по максимуму шығарып бер. 18 миллионы бар адамға Евразийский банк 5 миллион кредит берет. Вот давайте, вот это место нарушения, вот в этом месте вы можете оспаривать. 15 миллионов на него оформили. Қалай болды? Вот я не собираюсь разбираться, и прям сіз мне рассказывать, мен вообще бір ситуацияда бір сіздің жағдайыңызға түсініп қарау, потому что здесь вы сами барып не алып, бірақ сол жерде можно попытаться доказать, что банк относительно вас нарушил процедуру проденциальную. 5 минут только займу. В общем, это 5 минут это много, честно. 3 минуты. Мы же не следователи здесь, я отвечаю на вопросы, пожалуйста. 3 минуты. Вот смотрите, с этого момента начинается. Ерланға начинает выплачивать ежемесячный платеж. Это идет реклама. Ерланнан кейін мына кісі келеді, это моя тетя. Бұл кісіде маленький кредит болғаннан кейін, она берет, закрывает и делает рекламу на ней. Одан кейін все мои родственники пошли, 20 человек. Вот, мына кісілер бәрі. Доказательства теперь смотрите. У меня есть доказательства. Каждый алған ақшаларын я ей пишу. Мына кісі келді, фамилия, имя, отчество, ИИН, удостоверение. Банк какой одобрил, какой не одобрил. Вот это в основном это больше похоже не на, вот как мое понимание, не на банковское мошенничество, а на реальное мошенничество, да, то есть банковское мошенничество, когда через банки онлайн-кредиты оформляют и пересылают, когда люди даже не знают или введены в заблуждение. Сіздердің случайларыңыз на реальное мошенничество, оны давайте бәріңіз қосымша маған письмен арыз жазып беріңіздер коллективно. Жоқ, бұл кісі енді, да, пожалуйста. Екі ауыз сөз болады ма? Мана қараңыз, мен заявление жаздым, мен потерпевший ретінде Қарағанды қаласының РОВД-сі менің потерпевший ретінде қабылдады. Содан кейін жаңағы маған не бар, постановление бәрі бар. Тут то, что олар торғын маған айтады, мына дананыкі, мына кісінікі кредиттарын мен каждыйына салмай, лучше давайте мен сіздің счетыңызға салып отырайын. У меня все выписки есть. Она мне скидывает, мен каждому по отдельности санап скидываю эти деньги. Но за день вперед я ей пишу. Бүгін, мысалы, дананың кредиты, Гүлзираның кредиты, я ей пишу. И того она мне скидывает. Все. Время проходит, в марте или в апреле меня признают свидетелем с правом на защиту. После, в июле или в августе, маған следователь жазат. Сүйіншіктіраймыз, қайтадан потерпевший болдыңыз. Енді за подписью Мейманова у меня есть ответ моему адвокату, что я являюсь потерпевшим. Но на данный момент я следователь с правом, мой свидетель с правом на защиту. Как это можно понять? Вот эти вот қолхаттары, наны РОВД-да следовательдің көзінше жазып берген қолхаты. Мынау міне бүкіл нотариально жазып берген в данный момент в уголовном процессе участвовать как свидетель, имеющий право на защиту, а не потерпевший. Статус поменять. Статус еще не поменяли, да? Статус имеющий право на защиту. Я сейчас начинаем, правда, еще не успела. Если официальный ответ... Официальный ответ от Мейманова есть, что я являюсь потерпевшей. Следователь голосовой жазат, у меня вон все есть. Следователь пишет, сүйінші сіз енді потерпевший болдың.
Никто на меня никакие заявления не писал. У меня все вот эти доказательства есть. Одно дело вот. Ну, вы же вот процессуалист, вы понимаете, Да, да, в чем. я сейчас вот с этим делом закончил, все. Завтра у нас уже принят. После Еще этого один должны вопрос. быть. Вот смотрите, мынау елдің ақшасы, мынау менің жаңағы обязательство, мынау менің жездем мен сестрамның ақшасы. Они даже в дело не включили это. Мынау кімнің шығып кетті ма, жаңағы мына жерде ұлан сөйледі ғой, она напрямую не хотела им писать вот это вот договор займа денег. Она сказала, давайте мы с вами заключим деді. Вот это ее қағаздары. Вот это РОВД да она писала. Ничего не принимает. У меня аудио, полная флешка аудиозаписи. Все доказательства. А Ничего чем не обоснуют, почему не принимают? принимает. Не принимают, Следователь- я не знаю, почему не принимают. Дело не идет, стоит. Дело стоит, понимаете, мы требуем, чтобы в Астану перевели. Хоть... Мен өзім лично 25 январь 24 жылы барып жаздым. Міне менен кейін мына А кісілер на барды. приеме граждан у руководства департамента полиции Карагандинской области вы были? Заходили? К Вообще прокурору были. области вообще? Прокурорға писали, 45 человек Нет. писали письмо. Коллективное. Нету. Область. Нас признали потерпевшими. Ну это понятно, да. Нету С января. этого жаңағы прокуратурадан хат жоқ. Дело хабар до жоқ. сих пор находится в производстве, да? Дело в Уголовное дело. производстве. Вот теперь еще один момент. Я тоже писала в РОВД, Накслер тоже писали в РОВД, но частично приходит кому-то смс, что прокуратура, там номер дела отменяется. Ну что это такое, я не знаю. Но пришло там, всем пришло, мне нет. Я не знаю, может кому-то тоже не пришло. Мне не пришло сообщение. Теперь вчера я смотрю, следователь приходит, следователь отправляет тоже сообщение, что дело в бумажном варианте. Мне нету. Почему мне нет? Если они, Мейманов считает меня потерпевшим, почему мне не дают вот этот вот вариант? Вопрос такой. Вариант чего именно? Ну, вопрос такой вот, например, почему вот эти сообщения мне не приходят, что дело перевели в бумажный вариант, что, ну, нету И ознакомления. уголовное дело перевели на бумажный вариант, да? Да. Закончили следствие. Уведомление не приходит. Да. Потому что ваш статус не поменяли. Ну Видимо, ладно, поэтому мне не есть, пришло. да. Вот там еще вот, А вам не вот, пришло? она к Сергею не пришло. Почему не пришло? Хотя все ваши заявления, это порядка 160, да, насколько я понял? Иә, 160 адам арызынан соң бір өндіріске бәрі қосылған, ол барлығына система бойынша, жүйе бойынша ол таралу керек ақпарат. Неше күн өтті уже, бір жұмадан асты. Мүмкін жүйеге біреудің абоненттік нөмірін қоспаған, қылмыстық іс қозған бетті, арыздарыңызды осы бір өндіріске қосқан бетті. Біреулердің ұялы байланыс телефонда көрсетілген, біреу көрсетілмеген тәріз. Жоқ, ол қылмыстық іс қозғалғанда оны жүйеге енгізу керек. Жәбірленушінің аты жөні толығымен, иін нөмір толығымен қатесіз, абоненттік нөмір, сонда система өзі, мысалы, тергеуші қабылдаған шешім қабылдайды, әрбір шешімді ол прокурормен келіседі, дұрыс па? Тергеуші әрбір қабылдаған процессуалдық шешімді прокурормен келіседі, прокурор рұқсат береді, істеу. Трехзвенная модель уголовного процесса деген. Ключевые решения все он принимает по согласованию, по разрешению с прокурором. Әрбір решение бойынша сіздерге уведомление, ключевой решениелермен уведомление системы өзі жіберу міндет. Тергеуші сізге жазбайды ол. Тергеуші бізді допросқа шақырған кезде почему-то сообщение бізге келеді. 14-14-тен келеді ғой? Келеді. А мына жерде келмейді. У нас вот с телефонов, да, вот эти... Енді ол жүйе туралы мен сізге жауап бере алмаймын. Себебі мен тергеуші қызметкер емес, мен жедел уәкіл қызметкермін. Оларға, орысша айтқанда, правовую оценку давать действиям следователя не могу, конечно. Но я понимаю, что у вас есть проблематика, больше года расследуется, 160, больше 160. В данный момент я с этим делом не ознакомлен. Я не знаю, вот с ваших слов, да, нужно просто вникнуть сейчас, выяснить, почему оно больше года расследуется. До сих пор потерпевших собирает? Ну, 160 Всех собрали. Многие не писали, прокуратураға жібереді, прокуратура қайтарып жібереді. А неліктен Ал прокуратура? енді мынандай сұрақ. Они направляют прокурор для дальнейшего направления в суд, а прокуратура возвращает на дорасследование. Сізге мынандай сұрақ. Мен даже свидетель с правом на защиту болсам да, я могу ознакомиться с этим делом. Конечно. А почему они меня не зовут с ознакомлением? Қалай олар прокуратураға жібереді, егер мен ол деломен даже не ознакомил. Мен даже қол қойған жоқпын оған. Не, смотрите, когда уголовное дело направляет прокурору,
потерпевшийларды поверхностно бәрі жазып берді олар көбісі. Самый сильно, самый дотошно ознакомливается подозреваемое лицо с адвокатом. Вы можете, в принципе, сами изъявить желание пойти и сказать, дайте я уголовное дело посмотрю, как имеешь право, да. И вот наш можете написать, по какой причине до сих пор я нахожусь в статусе Потерпевший. не потерпевший, а свидетель, имеешь право на защиту. Да, конечно, через YouGov Mobile можете написать, мне пришла официальная бумага такая, но вот такая проблематика. Да. Еще Человеческий фактор может У быть. нас вот доказательства на телефонах. Все аудио, видео, и даже видео эти. Вот это все Нет, одно. у нас они, деньги с понимаете, они телефона не берут, не выючи, не делают. Мына кісі августа, былтыр августа барып ДВД-ға жазған кезде. поверхностно. Сосын мынандай тағы бір сұрақ. Аға кешіріңіз, иә? Мынандай бір сұрақ. Бұл кісілердің арасында тағы да бір кісі келеді. Она 6 миллионов оформляет, 3 миллиона она ей на руки дает. Понимаете? Бір айға жетпей. Они берут, эти 6 миллионов торғын берет и закрывает кредит ана кісілерге. Плюс она, получается, 6 миллион жауып алады, еще 3 миллиона в плюсе, да? Енді мен ана следовательға жазам, осындай адамдар бар. Следователь айтады, жұмысты көбейтпеңіз. Не говорите по нему, договор. Это Юго-Восточный отдел полиции. Нет, это департамент полиции, ДВД. Сам Вот ДВД Юго-Восточная рассуждает. полиция, да, улетает. Там- Мы пошли человек 25. Бәріміз кабинетқа кіргісі айтты. Торғын төлеп отырыпты. Енді кіріп төлей алмай қапты. Қазір 7 миллионға дейін бәріміз жауап береді дейміз. В течение полгода все закроют. Сам, например, если семьямыз бар, Юго-Восточный паспорт. Терезен жаба салайыншы, айтса естілмейді. Мен отыра берейін, аға. Ренжімесеңіз. Айтып қоя беріңіз. семьямыз бар. Төлем суда 45 миллион кредит оформить етіп тастады. Енді робот-ға жаңа заявление жаздық қой. Жазған кезде они Міне. мысалы бізге Мероприятие проводится в прямом эфире. Пожалуйста, подойдите к микрофону. Никого не слышно. Если не подойдете к микрофону, тогда не будете разговаривать. мысалы бізге, например, 45 миллиондық кредит оформить етті семьямызға, жолдасыма да, маған да, ол кісіге 28 миллион оформить етті, маған 15 миллион оформить. Потребительский кредит. Иә, кәдімгі. Мен 8 банктен кредит алып шықтым. Қандай залогсыз ештеңкесіз. Түгі жоқ. Оформить. Жаңа кім бізде айтты ғой, ең басында бізге қалай нетті. Біз ана семейный друзья болып араластық қой. Сондықтан бізге осы келе жатқан кезде бізге айтты, сендерде кредиттарың бар екен, потому что жолдасымның жақсы жұмыс істейтінін білет, пенсионный бәрі түсіп тұрғанын білет, ана все информация барлығын алып алған. И бізге айтты, кредит алып бересіңдер, сендердің жаңа 5-6 миллион кредиттан жауап беремін. Ана сначала первый кредит нас закрыла. 5 миллион, 6 миллион үстінен алып бердік та, она закрыла. И второй раз бізді жаңа 45 миллионға кредитқа кіргізді ғой. Сол кезде, мысалы, мен 8 банктан кредит алдым. 8 банктан кредит. Иә, жұмыс істемесек те 8 банктан кредит алдық. Жолдасым жұмыс істесе де, олдан 5 банктан 28 миллион алып шықты. Мысалы, енді біз жаңағы заявление жаздық қой ДВД-ға. Ол кісілер дейді, жаңа алып тастаған бізге енді біз үй алуымыз керек болды, бізге какой-то час сумма берді. Оны жасырмаймыз, оны часть сумма бізге берді. Часть сумманы 20 миллион ба, 20 миллиондай біз свыше ол қолына бердік. Жаңа 28 миллион қолына бердік, алып алды. Енді ДВД-ға жаңа заявление жасақ, ол кісілер дейді. Сендерге берген сумманы, сосын жаңағы ай сайынғы төлеп отқан, мысалы 6 ай төледі ме, 6 ай сумманы алып тастаймыз дейді. Сосын не дейді тағы да? Короче, көп суммаларды алып тастаған кезде так получилось, біз 45 миллионмен қазір отырмыз қолымызда. Ол айтады, саған ол торғын 10 миллион ғана қарыз дейді. Сонда общая сумма где-то 10-12 миллион ғана қарыз, қалғанын сами закрывайте как хотите деп. Неге делаға прям прикреплять етпейді. Біздің қасымызда оның жаңа адамдары жүрді. Мы их тоже торғынның жаңа тергеуде. Жоқ, тергеуде емес, жаңа кредит алған кезде қасымызда адамдар жүрді, онлайн кредитование, товарный кредиттар оформить етті. Иә, менеджер болып жаңағы адамдар жүрді. Солардың барлығын прикрепе, соны айтсақ, ана через ол товарный кредиттарды ана онлайн отправляла ей.
неге енді сіздердің қазір мақсаттарыңыз тезірек қылмыстық сотқа кету. сотқа кетіп біздің мына кредиттарымызды шешу керек. Макина шынымен мошенничество болғанын көрсетіп, жаңағы ана Абенов мырза шын айтты ғой. Енді дұрыс қой, жаңа енді сіздерге Абенов мырза айтты ғой қалай істеу керек екенін. Мысалы мен сол кісінікі бір жағынан дұрыс, потому что бізде мен айтып тастайыншы, мен шықтым ғой. Мен мысалы біз бардық жолдасымызбен кредит, бізде тек қана бір-ақ банк қана договор берді. Қалған банктер бізде вообще договор берген жоқ. Қолымызда договор болған жоқ. Тек қана код келді, SMS код айтыңдар дейді, 4 цифрлы. Мы им говорили банк менеджерларына, они вот обратно жаңа соны нетеді. Сіздер кредитті 2024-23 жылы 23-те алдық қай қой. уақытқа дейін? 23-тің біз сентябрь айында алдық. Сентябрь айынан міне 24-тің сентябрь август айына дейін биометрия бермей тұрған уақытта, иә? Кірмей тұрған заң өзгермей тұрған. 23-те алдық біз. 23-те сол банктерге бірінші жаңа кредит барған кезде жаңа торғын деген өзі. Біздің талқылауға бұл жерге бейбарысқа қатысса, иә? Кім? Заңгер ретінде. Айтып берейін, осы заявлениеге қатысты көмектесіп жатыр. Негізі жалпы консультация болады, осы тергеуден басқа қандай амалдарды қабылдауға болатын. Соған қатысты әрекеттерді сізге айтып беремін. Қазір біз басқа істер бойынша осындай заявлениені толтырдық, және де жұмыс жүріп жатыр. Сіздерге оңай тілмен айтып берейін, отсылкасыз ешқандай жай түсіндіріп. Алғашқы 4 қателік бар банкілердің. Неге бұл жерде банкілердің қателігін анықтау дұрыс бізге керек? Өйткені тергеу ол жеке адамды тергеп жатыр да, және де сіздің жазған заявленияларыңыз солар жеке адамға қатысты. Мына жерде жаңағы Мұрат аға айтып кетті, бір үлкен правонарушитель бар, олар банк. Банктың ішіндегі сотрудниктер болсын. Енді сіз білмейтін, бұл жерде банктың өзінің міндеттері бар. Сіз кредит алған кезде олар назар аударуға міндетті. Осы міндеттерді сіз банктың міндеттерін білмегендіктен сізде ол нәрсеге арызданып жатқан жоқсыздар, және көріп жатқан жоқсыздар. Сіздерге негізгі 4 ең басты жаңағы жоқ қағида емес, 4 ең басты правонарушение айтып берейін банктерге қатысты, не олар жасау қажет еді. Және де заявлениенің шаблонын берем, ары қарай сіздің тарапыңыздан сол банктерге міндетті түрде осы документтерді сұрату қажет. Ол қандай документтер және де неге қатысты? Ең біріншісі ол КДН. Мына жерде көп айтылған случайлардың барлығында негізі физлицо алынған кредиттер. Долговой нагрузки дейді. Және де жалпы банктік заңнамаға қатысты және микрофинансовый деятельности туралы заңға қатысты. Тыңдаңыздар. КДН 0,5 болу керек. Ол нені білдіреді? Жалпы сізде уже төлеп жүрген кредитіңіз бар. Ол кредит бойынша ай сайын сіз 150 мың теңге төлейсіз. Сіздің айлығыңыз 300 мың. Ары қарай осы КДН 0,5 уже тұр. Одан артық банктер міндетті сізге бермеуге одан артық кредитті. Егер де банк сіздің кредит нагрузкаңызды көре тұра, сізде 160 мың теңге ежемесячный платеж болатынын көре тұра, тағы да кредит одобрение берсе, көріп тұрсыз ба? Бұл жерде уже сіздің қателіктердің емес, банктың қателігі. Сіз назар аударуға міндетті. Бұл жерде уже банктың қателігі нарушениесі. Неге? Өйткені ол банктер міндетті сіздің КДНіңізді расчеттауға. Ссылкалар шаблонда бар. Бірнеше адам номерін берсеңіз мен жіберем. Ары қарай бұл мәселе нені түсіндіретінін сізге қазір түсіндіріп берем. Осы КДН 0,5-тен артық болса, банк міндетті уже сізге кредитный заявканы отклонение беруге. Жаңа естідім біреуде уже платеж бар, БЦК-да ма 150 мың теңге. Әрине, сіздің айлығыңыз қанша? Допустим, 280. Көрдіңіз ба? КДН уже нақты 50%-тен асып кеткен 100%. Соответственно, банк уже текущий кредиттердегі текущий мошеннически алынған кредиттерден бұрын кредиттері берілген өлшеулері уже қате. Ал сіз оны көрмей тұрсыздар. Соответственно, заявление берген жоқсыздар. Бұл нарушениені көрсеткен жоқсыздар банктың өзіне. Соответственно, следствияға да подсказка берген жоқсыздар. Сол үшін осы бірінші мәселе. Банк КДНді тексерді ма? Тексерген жоқ па? Екінші мәселе бұл жерде биометрияның өтуі. Қараңыздар, ссылкалар менде шаблонында бар. Шаблонда уже 200 адамдай жіберді Национальный банкке. Сол бойынша банктың нарушениялары қарастырылып жатыр, және де көрсетіліп жатыр. Ал сіз ол шаблондарды, ол заявлениені жібермей ешкім қарамайды. Неге? Өйткені бұл жерде банктың қателігін анықтаудың ауыртпалығы сіздерде. Бірақ сіздерге көрсетіп жатырмын. Қандай заявление толтыруға болады, оның мағынасы қандай. Дальше биометрияға өтуге қатысты банктың өзінің
внутренний правилары жайында РФР жазған, Нацбанк жазған внутренний анықтары бар, НПА дейді оларды. Ол бойынша көрсетіледі. Жалпы биометрия өткен кезде РФР-дің 117-ші правилары бар. Ол бойынша сіздің міндетті түрде келбетіңіз түсірілуі қажет. Ол келбетті түсіруін банктер хранить ету қажет, сақтау қажет. Көріп тұрсыздар ма, сіз ол туралы ақпаратты банктен сұрадыңыз ба? Жоқ. Ал банк міндетті ол банктерді, ол даныларды сохранять етуге. Біз бұның бәрін неге айтып жатырмыз? Себебі сіздің түсіндірулеріңіз бойынша бұл жерде бір ғана алаяқ бар, иә? Ол ешқалай банктермен қатысы жоқ дейсіздер ма? Қатысы бар. Онда ол қатысы бар болған сіздер өзіңіздер осы заявлениені толтырып жасап жіберуіңіз қажет. Неге? Өйткені бұл жерде кімнің қандай қатысы бар осы мошеннический кредиттерді алуда, бұл ауыртпалық сіздерде. Осы заявление мен сізге түсіндіріп жатырмын. Сіздер не үшін осы заявление банкке жіберіп, банктың да берген қателіктерін, оның ішінде жалпы осы мошенницаның қарастырылып жатқан тоже соучастниктер бар екен анықтау үшін қажет. Оларды ол ақпаратты сіздер анықтауыңыз қажет. Немесе адвокат. Сол үшін сіздерге түсіндірдім. Дальше антифрод деген жүйе бар. Қысқаша айтып берем, оңай тілмен. Сіз бірнеше заявка берген кезде антифрод бар, ол Нацбанктың дочкасы. Нацбанктың дочкасы ол анықтайды. Кім қандай кредиттер алып жатыр? Бүкіл ақпарат Нацбанктың ішіндегі дочкасында бар. Антифрод системасы былтыр шілде айынан ғана жүзеге енгізілді Қазақстан аумағында. Әлі күнге дейін оны дамытып жатыр, интеграция жасап жатыр. Қазіргі таңда оны бас прокуратураның ердері сотқа дейін тексеру бірыңғай жүйесімен оны интеграция жасатты. Автоматтық түрде антифрод системада подозрительный дейді, күмән тудыратын транзакциялардың бәрі арызға есептеу кітабын тіркеліп, аумақтық бойынша Қазақстанға жіберіліп жатыр. Сіздердің мен түсінуімше мынау болған оқиғалардың бәрі антифрод системасы жүйесі енгенге дейін болды ғой сіздерде. Және де сіздер көп реттерде өз тараптарыңыздан ақшаны келіп наличкамен бердіңіздер. Дұрыс па? Қазіргі таңдағы антифрод системасы ол кішкене басқашылық жұмыс істейді. Мен өзім полиция қызметкері болсам да, мысалы менде де болады, 2-3 банк шоттар болды, өзімізге де антифрод системасы блок қояды бізге. Өйткені мынау картаға тырсың, мынау кредит жабу керек, ипотека жабу, осындай лақтырып отқанда бұғаттап тастайды. Сосын бізге звондайды, айтады, сіз осындай Өскенбаев асла алданушысыз ба? Мен полиция қызмет тоқтай тұрыңыз, полиция қызметкері болсаңыз да, айтады, осындай жағдай. Өзіңіз ғой ешқайда алаяқтық схемасында қатысып жатсаңыз жоқ дейді. Және де мынау мүмкіншілікті пайдаланып тұрып ше, айтып кетейін деген. Қазір сіздер мынау интернет алаяқтың бір түрі бар, ақшаны қайтып берем мен сіздерге деген көп жарнама шығады. Ақшаны chargeback терминімен Украина мемлекет шетел тұрады, сіздің кеткен ақшаңызды тауып береміз дейді. Міндетті түрде мұнда отырмақ адамда бар, сізде айтып болса 160-тан артық 200 адам біреу тұрады да күнде ойлайды, мынау жаңағы біздің күдікті ақшаны қайда жіберді екен, криптовалютаға салды ма, шетелге кетті ма дейді да, и іздеу бастайды. Юристтар бар ма ке осындай ақшаны қайтып беретін. Онда іздеу бастайсыз ба? Кэшпен сіздің запросыңыз бойынша міндетті түрде таргет реклама шығады, таргет жарнама. Предоставляем услуги по возврату денежных средств. Ол жерге полиция қызметкерлерінде дипфейкпен фотосы тұрады, неше түрлі атақты адамдар тұрады, ақшаны қайтарып алдық, бізге бұл фирма көмектесті деп. Ондайға жүгінбеңіздер. Олар айтады, сізден бір ақпараттың бәрін алып алады, сіз заявка бересіз, айтасыз, мен осындай азаматпын, кезінде мынау әйел көмектесті, 20 миллион ақшамды жымқырып кетті, қайда екенін білмеймін. Кім деген? Бәрін айтады, біз білеміз, ол мынандай істеді. Сіз өзіңіз жарты ақпараттың бәрін бересіз, арғы олар сценарийға сатып айналдырады да қайтып ұрынасыздар. Біздің көп азамат осылай ұрынып жатыр. Инвестиционный фонд Казатомпромға салып жатыр, елдің бәрі. Казатомпром ондаймен айналыспайды инвестициямен. Елдің бәрі жүгіріп барып ақшасын квартира, пәтер, машинесін сатып алып, соған салып жатыр. Сосын ақша жоқ болғаннан айтады, қалай қайтарам? Қазақстандық юристтер қайтармады, ол международный болу керек дейді, соң кейін осы біздің алаяқтарға ұрынып отыр. Мүмкіншілік пайдаланып айтып отқаным ғой. Мошенниктардың алдын алу үшін ақпарат
біраз болып жатыр, бірақ адамдар ол ақпаратты қарамайды ғой. Именно мошенничество ұрынғаннан кейін іздей бастайды, не істеуге болады. Енді мен сізге 3 аргументті айтып бердім, доводтарды, қай жерде банктың ошибкасы кеткен. Енді соңғы 4-шісі бар, өте весомый. Өткенде Мұрат Абдулмамедовичпен Нацбанкқа барған кезде бүкіл системаны қарадық. Осы аргументті міндетті түрде тыңдап алыңыздар. Мен сізге заявлениені ұсынам, көмектесем, бірақ ол заявлениеде не жазылғанын қазір сіз ұғынып жатсыздар, түсініп жатсыздар. Ол заявлениені ары қарай өзіңіз случайыңыз бойынша корректировка жасап жібересіздер. Допустим, мен декретте болдым ол кезде. Именно ол отделениеге барған жоқпын, банкта отдельно өзін жазасыз. Бірақ общий ақпаратты нақты сіз көзіңіз жетпей жатқаныңызға мен не нәрсеге көзіңіз жетпей жатыр, соны түсіндіріп жатырмын. Енді соңғысы өте маңыздысы, банктың сіздің атыңыздан ЭЦП шығаруы. Қараңыздар, сізде негізі телефонда ЕГОВта бір ЭЦП-ңіз бар, ЦРК-мен шығаратын. Ол сіздің официальный ЕГОВ сопровождать ететін ЭЦП-ңіз, оңай тілмен сөйлейік. Және сізде осы ЭЦП-дан басқа 2020 жылы приказ бар, МЦРЯП-тың. Сол приказбен банк сіздің атыңыздан ЭЦП шығаралады. Көріп тұрсыз ба? Допустим, сіз ЕГОВпен бір операция немесе өтініш жазғыңыз келеді, сіз өзіңіз бақылайсыз да, өткені өзіңіз ЭЦП-мен қол қоясыз. Ал банктерде уже мүмкіндік бар сізге сондай ЭЦП-ні шығарып беруге. Допустим, сіз бір продолжить етіп жібересіз, сол кнопкамен уже ЭЦП-ңіз кетіп қалады. Бірақ та национальный жаңағы осы ЭЦП-ға қатысты бір регулирование бар. Банк сізден ол ЭЦП-ні шығаруға рұқсатыңызды алуы қажет. Сіз явно ол ақпарат, ол договор, ол соглашение туралы ақпаратты сұрамаңыздар. Ал банктың ол сіздің согласияңыз, сіз ондай ЭЦП-ңізді шығару, кредитная заявка одобрение беру үшін, ол тоже весомый қателік. Мінекей, осы аргументтерге міндетті түрде назар аударыңыздар, түсініп алыңыздар. Бұл жерде сізден басқа, сіз назар аударатқан, допустим, подозреваемыйдан басқа тағы правонарушителер бар. Бірақ ол правонарушительдің қателігі қай жерде, қандай нарушение жасаған сіздер ғана өзіңізге көмектесе аласыздар, осындай заявление арқылы. Мен сізге жіберем, бірнеше адам телефон қазір біткеннен кейін жазып алайық. Сонымен қатар, жалпы міндетті түрде ұғынуыңыз қажет нәрсе, бұл заявленияларды әр банкке толтырып, отдельно тоже ошибкалары жазылған заявлениялар бар, бәрін сіздерге жіберем, бірақ міндетті түрде оны жіберіңіздер. Одан кейін дублировать етіп Нацбанкқа, АРФР-ға жібересіздер. Неге? Өткені сіздер көрсетесіздер. Сіз байқадыңыздар, бұл жерде подозреваемыйдан басқа тағы состав лиц бар екен. Міндетті түрде ол туралы ақпаратты жібересіздер Нацбанкқа и АРФР-ға. Олар да білсін, сіздер ол нарушенияларды анықтап алғаныңызға. Содан кейін уже жалпы следствияға да ол ақпаратты жіберуге болады. Неге? Өткені сіз көмектесесіз, өзіңіз туралы ақпаратты бересіз. Допустим, мен юрисконсульт бола отыра лицензиямды жіберем доверенностьпен. Маған осы КДН логин туралы ақпаратты берді. Банк маған айтады шынымен де, ол персональный информация адам өзі жіберсін деп. Әркімге толтырып бере алмаймын, бірақ общий заявление мен сізге міндетті түрде жіберем. И тағы 5-ші қателік туралы айтып берейін. Заявлениеде ол болады. Осы биометрия өту туралы, ЭЦП-ні шығару туралы, кредитный договорды беру туралы ақпарат міндетті түрде банктың системасында сақталады. Ол АРФР-ның өзінің приказы бар. Сол приказ бойынша осы ақпарат 5 жыл бойы сақталуы қажет. Алайда банктер сіздерге шығарады информацияны, мүмкін тауып береді. Ол информация бізде сақталмаған деп. Ол ответпен сіз уже көрсетесіз. Міне, бұл жалпы мошеннический схемада подозреваемыймен қатар тағы да бір соучастниктер бар екен, сіз жеткізесіздер. Неге? Өткені банк өзінің міндеттерінде орындамайды ғой. Скорее всего, ол жерде тоже бір сотрудник отыр, ол бүкіл банктың міндеттерін орындамай, тек қана жалпы мошенник подозреваемыйға не керек, соны істеп береді. Ал бұл қателіктерінің жол болуы, ол уже банктың үлкен қателіктері, сіздің неке осындай жеңіл түрде кредит алуларыңызға. Сол себепті сізге осындай заявлениені жіберем. Басқа сұрақтарыңыз болса, именно следствие қатысты емес, именно осы банктердің правонарушениясына қатысты туралы давайте бір-екі сұраққа жауап берейік. Жаздық заявление. АРФР-ға жадыңыз заявление. Қарағанды қаласының АРФР-ына жаздық. Содан бізге 6 айға деп кредит тоқтатып берді. 6 айдан кейін біз бардық Форте банк мысалы. Қазір
Фортебанк кредит тоқтатпайды. Олар айтады, біз пеняларыңды алып тастаймыз, проценттарыңды алып тастаймыз. Вы хотите, платите. Не хотите, не платите. Но это будет просрочка. Все, да, это Оны да жаздық, есть. ответ жоқ. Вот 5-я поправка статьи 34 закона о банковской деятельности, по нему приостанавливаются кредиты. Да, после того, как постановление о признании вас потерпевшей, оно вступает в силу, да? Но тут время не уточняется, и специальная судебная практика тоже против жертв. Сіздер былтыр берген шығарсыздар, да? Соны тоқтатса, 24-ші жылы биыл берді. қай уақытта бердіңіздер? Январь. Январь. Заңға өзгеріс 34.5. Ол мұны тек Мартта бар. жоқ, дұрыс, заңға өзгерсе банк қызметі туралы. Ол мұны бізде тамыз айында, қыркүйек айында енді бессрочный деген. А форты жайлы біз Просто былтыр, это вообще ко всем относится закон. Закон имеет о банке. Обновите заявление просто. Обновили. Алматыға- Мен Алматыға дейін бардым. Емес, Мен головной болғаннан кейін. шығып айтшы. оны көрдік жаңа біз. 40 миллион кредит алған. Иә? 40 миллион алып 40 миллионнан бір суда алмай Мен кредит болған жоқ. Мен айтайын. Менің атым Сүлеймен Бауыржан емес. Қарағанды облысынан, Ағадыр поселкесінен. Осы Кенже Торғанға алданғанымызға өзі 2-ші жыл болып қалды, 2-ші жыл болды енді. Соны айтайын дегенім, мен өзі 7 кредит алып беріп отырмын. 7 кредит. Мен көріп, біз агентство по регулированию алып беріп отырмын, бәрін қалай неткенін бәрін. Бірақ күнде 19 күні. 19. Бірақ кредит 20-сына деп жазып, почему-то, не знаю, бәрі 19-ында оформителген, заявка берілген. Оны мен бұлай айтайын дегенім, мен қасымда көмекші бар, мен өзі машинист болып істеймін. Тут 4 жылда жүргенбіз. Сармудинов деген. Соны ана бірге групповой ғой, торғынмен бәрі групповой. Бір адам жасай алмайды ғой. Оны бір 5-7 адамы бар, банкта да адамы бар, жасайтын кредитті. Ана извозчик, ана бұла таситындар ше. Сонымен соны інісі мемен істейтін. Сармудин төлеген деген. Соны осы маған 1 жылдай, мен жаңа қасымда көмекшісім. Сармудин Біржан деген. 1 жыл мені уговаривал. Менде сәпті кредит жоқ. Сіз қай себепті? Кредитті алғаным, мен маған айтты ғой, баламда бір кредиті бар ғой, ипотека алған. Балам уже үлкен жігіт қой, семьясы бар. Мен балам болсаңыз, мен сіздің бір квартираңыз болады ғой. Соған көмектесесің, бит жалғаса аласың, аласаңыз деп маған год почти 1 жыл уговаривал. Мен айттым, мен керек не? Мен әйелімді жатында артында төлеп отырмыз, бала шағам төлеп отыр. Менде жоқ, керек жоқ деп жүрдім. Қалаға да 1-2 рет келдім. Давай, сіздің кредитіңіз историяңыз күшті ғой деп ана қарайды, соткамды берем, пирожки аласаш, там напиток возьми деп бір нәрсе деп айтасың ғой енді. Соткамен қарайды, там он заходит, что знаешь, у меня рейтинг хороший, зарплата. Содан кейін соған бір алданып қалдым, білдіңіз, соның арқасында. Ағасына келіп, содан кейін сол кредитті 1 күнде оформить етті ғой. Сіз алған 40 миллион ипотекадан көп болып тұрмыз ғой? Аха. Мен де сапсым, мен 1 күнде, жаңа менде агентствода не тұр, мен 19-ы. Кім барғанда? Сол кезде Сармудин төлеген, соны Нұржан, кім деген бар? Нұрбек деген бар, Нұрбек. Ол банкдан, короче, интернет, соткамен сразу шығарып берді, сразу 1 күнде. Сол күні моментте бардық, кредитті алдық. Өздерде фотосы. Мен агентствоға барған кезде айтқам, банктарға. Мен даже Алматыға барған кезде айтқам. Видеолары бар ғой, когда снимали. Он же рядом стоял. Маған давай фотоларын берсе. Они не хотят. У тебя, говорит, свой фотоларың бар, сен өзін алдың, сен андай уже нелерің бар. Агентство тоже нетпейді. Мен айтам, мен банктарда там же камера хватает же. Мен сол числоны месяц дай мне соның видеосын. Бермейді. Сведений нет таких. Ладно. А только когда мы нас следователи сидим же, он же встречный не болды ғой. Очень ставка. Ставка алды ғой. Соны төлек айтты. Мен алдым деді. Вот осыны бала мен жасатқыздым деді осы жігітке. Осыны танин деді. Ақшаны алдым. Да, алдым деді. Енді уже следствие жүрмей жатыр.
енді мен енді сол сот ақыры сол үшін келіп отырмыз. сол үшін келіп отырмыз. Следствие жүрмей жатыр. Біз қайтарып жатыр. Ол болмайтын контрольға алса деп отырмын, контрольді. Менде кредитім жоқ адам. Мен өзі ертең жылы пенсияға шығатын. Денсаулық та жоқ уже ғой. 2 жыл уже жүректімде жүрек қалған жоқ. Шын айтсам ғой. Бүкіл зарплата. Бар зарплатасы. Полностью алып кетеді банктар. Банктар қазір жаңа бейбарыс айтты қандай. Жоқ, қазір міне бұрында бардым. Прожиточный деген болады. Ладно, да, прожиточный. Сейчас так такого нету. 40 миллионсыз жоқ деген бір 80-90 миллион қайтаруымыз керек. Мен 1,5 миллион. Ежемесячный платеж. 1,5 миллион. 1,5 миллион. А мен оны төлей алмаймын. Сондықтан енді осы сіздерге келіп ол жағын енді жаңа көрдіңіз ғой мұны бізде бейбарыс айтты. Енді бейбарыстың айтқанына қарағанда адам өз аяғымен барып тұрмыз. Барып тұрмыз. Бәрі солай. Жоқ, сіз өз аяғыңызбен барып тұрсаңыз да енді түсіндіріп тұрады. 19-ында бәрі әрбір кісі ол индивидуально жекеше қарау керек. Әр адам жағдай әртүрлі болады. Сондықтан өз аяғыңызбен барсаңыз да Бұндай жағдайда кісілер даже үлкен мәселе. Енді біздің, например, біз ДВД-ға бәріне барсақ, бізге бәрі айтады, сендер осознанно барып алып отырсыздар. Олар сендер өздерің төлейсіздер. Мен айтамын, осы кредитті сотқа дейін шешілсе деп отырсам, сол жүрсе деп. Содан кейін біз қаулы алсақ, что мы потерпевшие, біз все хотим. Біз алданып отырмыз. Сіздер дейті қолдарыңызда болу керек қой, постановление о признании потерпевших. Жоқ, потерпевший. Банк. Решение суда расписания не было. Гражданский суд. Сотқа дейін бару керек қой. Бізде қазір банктар все не хотят они. Сейчас вот через месяц начнутся, мне вот сообщения идут. Платеж, уже все, мне срок дают 3 месяца отсрочки. Он сіздерге ойлайсыздар ғой. Қазір банктар тоқтатып тастайды до конца деп. Да, народный сказал, да. Сот біткенше тоқтатамыз деді. Народный мне сразу сказал. А басқасы банктар, они уже пишут мне, понимаете? Енді сондықтан сіздерге қазір түсіндіріп тұр ғой. Заң бойынша қалай істеуге болатын. Иә, мен сіздің проблематикаңызды түсіндім. Мынау заңға өзгерістер бойынша, именно жаңа айтып кетті банк қызметі туралы. Қылмыстық іс ашылмағанша дейін кредиттардың бәрі тоқтатылады дейді. Бірақ сіздің жағдайда, жоқ, сіздің жағдайларыңызда сіз өздеріңіз алдыңыздар кредитті, ана кісіге беріңіз. Қылмыстық іс қазір сотқа кетеді. Сондықтан кейін жаңа сізге мына қазір образецін береді. Арыз қалай жазу керек екен, осының барлығын тізіп айтып кетті ғой. Сол үшін жазылып тұрады. Иә, вот сол жағынан. Сол жағынан қарастыруға. Бұл екі түрлі ипостасия дейді ғой. Бұл мысалы арбитр уголовного преследования, это уже гражданское законодательство. Екеуі бір-бірімен кейде сай жүріп, кейде бөлек те кетеді. Сіздің жағдайда ол кішкене былай екі жаққа жол бөліну керек. Біреу қылмыстық іс сотқа жолданып, ал сіздің құқықтарыңызда банк алған несиелеріңізді мен сізді түсініп тұрмын. Бірақ күнде 37 миллионды сізге бермейді ғой. Маған бермейді. Бермейді, жоқ, 5 миллионды да бермейді. Маған 5 миллионды бермейді. Банкта адамдары бар, мен өзім ойлаған жоқпын осылай болатын ше. 1-2 сағаттың ішінде жіберіп жатыр. Құрметті азаматтар, енді бізде уақыт шектеулі. Иә, мына екі біздің қызметкер үлкен алғыс айтайық. Иә. Бір ғана кісі егер прямо өте не болса, өзекті болса, кім айтатын? Сонымен аяқтайық, өйткені мына эфир ғой не дегенмен. Тек қысқаша айта қойыңызшы микрофонға. Бағана айттыңыз ғой сіз. Банковские работники, вот біздің требование тоже, что выявить вот эти причастных банковских работников. Потому что менің торғын бізді тоқтатқанда бір адам әкеңдер алып шығады дегенде менің үлкен ұлым барды. Чтобы үйден 3 адам кетпейді. Соларды алып шығам деп. Сонда бар ғой Евразийский банктан елдің бәрін далаға шығарды да, менің ұлымды жалғыз алқап, ішінен жауып алып, вот ему делали кредит. Вот его счастье, что ему не одобрили. Они не получились, у них не получилось. Но банктың ішінде жалғыз адамды алқап, елдің бәрін далаға шығарып, люди на улице стояли. А тут, вот видите... уголовном преследовании должны отработать. Конечно. И сол жаңағы жігітте, который он начальник отделения Евразийского банка, Степной 3 банк Қарағанды қаласында. Соған жаңағы Нұрбек деген звондай, Жангелді аты.
Жангелді қазір осындай кісі келеді, максимум істеп берді. Менің жездемнің атында 18 миллионы бола тұра, жаңағы Жангелді үстінен 5 миллион алып шықты. Хотя 900, аға кешіріңіз. Хотя 900 мың жаңағы платеж, айлық платежы 900 мың болды, жездемнің, у него зарплата 600 мың болды. Енді сізге рахмет, Бекарыс мырза, сізге рахмет. Бірінші Мұрат Абдуллаевичке рахмет. Көріп отырсыздар ғой, бүкіл парламенттің бәрін шулатып жатыр. Заңға сәйкес емес, дұрыс емес жерлердің бәрін ол кісілер шешуге тырысып жатыр. Сіздермен кездесу, бірнеше рет осындай кездесу болды. Прямо уақытын бөліп келіп жатыр. Аслан Алданович, сізге рахмет, Бекарыс Ашибек мырза. Енді кеңестеріңізді бердіңіздер. Burada енді отыра бергенмен шаруа бітпейді ғой. Консультация алдыңыздар, сіздерге енді оның пайдасы тисін. Өте Мәкен айтқаны шынында да заңмен ғана жұмыс істемесеңіздер, басқа ешкім сізге жанынан да ашмайды, ешкім де көмектеспейді. Солай ғой. Дұрыс айтып жатыр. Көп рахмет. Енді осымен аяқтайық. Байланыс телефондары бар, тағы да жеке-жеке әлгі топтасып жүрмей, жеке-жеке әркім өзінің проблемасын шешер. Біз енді осы Астана онлайн деген жоба әдейі құрғанбыз. Астана сауал деп, осындай кісілермен бұл тек бұндай емес, басқа да проблемалар бар. Әдейі осылай депутаттық кездесу деп, осындай полиция қызметкерлері, әртүрлі госорганның қызметкерлерін шақырып, осындай мәселелерді шешуге сіздерге қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Әдейі эфирге жазып жатырмыз, резонанс болсын деп. Бұның бәрін таратамыз. Соның арқасында кеше парламентте заңға прямо елдің бәрі шулап көтерілген де сол. Бәрі қазір оны қозғап жатыр. Енді халық, қоғам қозғалса, бұл президентке де жетеді, белгілі бір тәртіп болатын шығар деп ойлаймын. Көп рахмет сіздерге, аман болыңыздар, бәрі жақсы болсын. Тілектеспіз.